Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видеода қазіргі кезде өте жиі кездесіп жүрген құлақ, мұрын және тамақ аурулары туралы кеңінен айтып беретін боламын. Соңғы жылдары әсіресе коронавирустан ауырғаннан кейін адамдарда жаппай осы лор ауруына шалдығып жатқанын байқауға болады. Оның себептері қандай және ағзаны қалай дұрыс қолдап сауығуға жылдамдатуға болады. Соның бәрін бүгінгі егжей-тегжей түсіндіріп беретін боламын. Менің арнама тіркеліп үнемі пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Мен арнама тіркеліп лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Құлақ, мұрын және тамақ бір-бірімен тығыз байланысты мүшелер. Мұрын бітелсе тамақ қабынады, ал тамақтағы қабыну құлаққа әсер етеді. Сондықтан да бір жері ауырса, екінші жерден қатар мазалайтын болады. Белгілері ретінде құлақтың сыздап және бітеліп, мұрынның бітелуі, ауырсынуы, шуылдың болуы, тамақтың қышуы, жұтынғанда ауырсынуы, дауыстың қарлығуы жиі кездеседі. Негізгі аурулардың осылай көбейіп кетуінің COVID-19 ағзаның ең әлсіз жерлерін әсер етті. Көп адамда бұл тыныс алу жолдары мен жүйке жүйесі коронавирус кезінде және одан кейін де иммунитетті қатты әлсірейді. Жүйке талшықтары зақымданады, ағзада созылмалы қабыну қалып қояды. Ұзаққа созылатын осындай мұрын ағу немесе мұрын бітелу немесе құлақтың қышынуы, құлақтан үнемі су ағып жүруі, осының барлығы байқалмаған құлақ шуылы, бітелуі, созылмалы тамақ аурулары, мұрынның ұзақ уақыт бойы жазылмай пайда болуы, бірнеше ай бойында кетпей, мұның бәрі ағзаның толыққанды келмегенінің байланысты. Мұндай жағдайда тек сыртқы ем ғана емес, ағзаны іштен күшейту өте маңызды. Бұл жерде витаминдердің әсіресе В тобының витаминдері мен С витамині орны ерекше. Егер сізде лорға бірнеше рет барсаңызда қайталана беретін осы жағдайлар кездесіп жатса, В тобының витаминдері жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Құлақтағы ауырсыну, шуыл, яғни сулардың қайта бұлшықтанып шығуы, жағымсыз сезімдердің көпшілігі жүйке талшықтарының тітіркенуімен байланысты болады. Сондықтан да В1 жүйке импульстерінің дұрыс өтуіне көмектеседі. В6 қабынуды азайтып, жүйкені тыныштандырады. В12 зақымданған жүйке жасушаларын қалпына келтіруге қатысады. Сондықтан В тобының витаминдері жеткілікті болған кезде құлақ, тамақ, мұрын аймақтарындағы ауырсыну, бітелу, құлақтың су ағуы немесе шуылдауы, осының барлығы әп-сәтте жақсы 1-2 күннің ішінде жазылып шыға келеді. С витамині иммунитеттің тірегі. Ал осы ағзаның вирустар мен бактерияларға қарсы тұру қабілетін арттырады. Қабынуды басуға көмектеседі, ісінуді азайтады, тамақ қызарып ауырғанда мұрындың бітелуіне, құлақтың қабынуы, С витамині ағзадағы тезірек сауығуына үлкен қолдау білдіреді. Сонымен қатар ол қан тамырларын нығайтып, шырышты қабаттарын қалпына келтіруге жедел көмектеседі. Мұның бәрі сізде тек қана суық тиіп ауырсынған кезде сіздің вирустардың бәрін жоғалтып, жойып жібереді деген тәсіл емес. Егер сіздер лорға барып үнемі жазылмай жүрген жағдай болса, құлағыңызға тамызасыз, антибиотиктерді қабылдайсыз, сонда да сізде одан кейін жиі осы жағдай қайталанып, мұрныңыздың жиі ағуы немесе құлақтың сулануы сияқты, шуылдардың пайда болуы сияқты, тамақтың жиі ауруы болып жатса, осы В витамин тобы мен С витаминді ішсеңіз, өте жақсы көмектеседі деп айтсам да болады. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Осы В витамин тобын және С витаминді ішсеңіздер, өте жақсы көмектеседі. Кәделеріңізге жарасын, ем болсын, ауырмаңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Егер түсінбей жатқан жағдайларыңыз болып жатса, комментарийға жазсаңыздар болады.